Кім жөнінде дейсіз? Гафифа. Ол енді жалпылама бар шығар, бірақ мен нақты ол кісі жөнінде енді мен қор бойынша арнайы зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Мағлұмат көре алған жоқпын. Лариса Баякеева деген болған. Баян Исекеевтің қызы. Қырғызстанда анасы депрессия болып кетіп, анан жетім шаяқлап өтіп барады. Әуезов үй деген әуезов бағып алған. Ал біздің писатель сөзімен ошоны жазаны бар ескеріп. Гафифа дегені мага Базаркул Данияровтың қарындаш айтып берген. Мен үчүн Кыргызстанга болуп келген. Базаркул Данияровтың балдызын жакшы көрүп калган. Афина Гафифа деген татар дәрісі болған. Ошоға ашық болып, бирок турмуш курган эмес. Гафифа өмүр бою турмушка чыкпай жүрүп, 70-жылдары Ошто кайчып болуп, Сулаймантауга келген. Мен муну Шахановго айтып бергем, муну ошол эже, ушуну айтып берген эже. Ал Базаркул Данияров биздин биринчи ректор болгон. Ал репрессия болуп кетти. Ошону карындаш айтып берген да. Сүрөттөрү бар. Әуезов, Гафифа, Базаркул Данияров. Фотосуреттері ол бар, сақталған, бізде фотосуреттер бар. Ошону карап Гафифа деген татар кызы.